Саламатсыздар ма? Ақтөбе автожол колледжінің арнаулы пән оқытушысы Тұрмағанбет Бердімұрат. Бүгінгі сабақтың тақырыбы аккумулятор батареяларына техникалық қызмет көрсету және оны зарядтау. Батареяларын біз машинадан алып та жасаймыз, алмай да жасаймыз. Оның жағдайына байланысты. Бірінші әуелі практика тәжірибе жүзінде көрсетеміз. Мендегі машина Volkswagen Vento аккумуляторы мына сіздер көріп тұрған міне жақында көріп тұрсыз. Аккумулятордың жақындырақ мына жерде 6S65. Бұнда 6 цифры аккумулятор батареясындағы 6 банктың санын көрсетеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S-ті бұл стартерлер деген сөз. Стартерлер, яғни осы автомобиль көлігін стартеріне арналған деген сөз. Және 65 бұл сыйымдылығы. Так, енді ең бірінші біз осы 6 банкыны ашамыз. 6 банкыны ашамыз. Сосын онан кейін оның ең бірінші оның жағдайын тексеретін деңгейін тексереміз. Бұнда электролиттің деңгейі. Электролиттің деңгейі жалпы қанша болу керек? Өздеріңіз қазір көрсетеміз. Электролит ең бірінші қараймыз. Мына. Яғни бізде мұның ернеушесі бар, пластмастың ернеушесі бар. Сол пластмастың ернеушесінен соған тиер тимес болу керек. Яғни мына бетіне, аккумулятор батареясының бетіне бұл 12 мм, 15 мм жерде тұру керек. Онан кейін енді осы электролиттің біз қарап өттік. Мына 6 банкының 6-ауында да деңгейі бірқатар, яғни жағдайы жақсы деңгейінің. Ендігі жұмыс біз мына құрал ареометр деп аталады. Бұл аккумулятор батареясындағы электролиттің тығыздығын өлшейді. Оны өздеріңіз білесіздер. Енді шетінен өлшейміз. Жалпы аккумулятор батареяларының тығыздығы қанша болу керек? Ол регионына байланысты біздің Ақтөбе аймағында 1,27, 1,28 болады. 1,27, 1,27 бұл қыстағы тығыздық, ал 1,25 жаздағы тығыздық болып есептеледі. Өздеріңіз көріп тұрғандай 1,26. 1,26-ны көрсетіп тұр. Бұл қазіргі уақытта өте жақсы деген сөз. Осылай 6-ауында тексереміз. 1,25. 1,26. 1,25. 1,26. 1,25. Яғни бізде 1,25, 1,26 шамасында. Енді біздің бір банкімізде деңгейі электролиттің төмен екен. Дистелденген су, міндетті түрде дистелденген су құйылады. Оны бұлай сорғызып аламыз. Сорғызып аламыз да құямыз. Бір, мына жерде, сосын мына жерде. Мынау.
бұл құрал аккумулятор батареяларының дағы кернеулерді өлшейді және таза келіп тұрған кернеудің өлшемін білу үшін және жұмыс жасап тұрған, яғни оған жүктеме бергендегі кезіндегі мына крокодильчик бұл минус, мына көріп тұрғандағындай басы плюске беріледі. Бізде аккумулятор батареямызды минуске қыстырамыз және қазір плюске береміз. Сонан кейін бұл екі жағдайда істейді. Өзін жай ғана үстіне ұстап тұрған уақытта аккумулятор батареясының қанша кернеуі қанша екенін көрсетеді және бізде 12-де 70 көрсетіп тұр. Екінші қазір екінші жағдайында біз оны бастық қазір 12-де 10-да 88, 10-да 90-ды көрсетіп тұр. Бұл жақсы. Енді бұл осы прибордың ішінде түсіндіріп кетейік. Жалпы 12-де 10 болса, оны яғни зарядтау керек. 12-де 30 болса, 10-да зарядтау керек. 12-50-де жүруге болады дейді. 12-70-де зарядталған сөз. Ал енді жүктеме кезінде қалай болады? Бізде жаңа естеріңізде болса 10-да 88, 10-да 9-ның шамасында болды. Олай болатын болса, бұл жақсы. Неге? Себебі мына жүктеме кезінде 8-ден жоғары болса норма дейді. Егер 8-ден төмен болса, онда оны зарядтау керек екен. Мына жақта көрсетеді. Бұл прибормен аккумулятордың жағдайын, яғни зарядтауға тұрады ма, тұрмайды ма, оны білеміз. Екіншіден генератордың және стартердің жағдайын тексеруге болады. Аккумулятор батареяларына техникалық қызмет көрсету, оны яғни тазалаудан басталады. Тазалауда онда шаң болмау керек, су болмау керек. Өйткені егерде ондай шаң, су болатын болса, дымқыл болатын болса, өздеріңіз білесіздер, разрядты жүреді, яғни заряды кетеді деген сөз. Бұл зиян. Сосын егерде аккумуляторды зарядтайтын жағдайда жаңа көрсеткіштері төмен болатын болса, оны келесі тақырыбымыз тақырыпшамыз аккумуляторды зарядтау дедік. Оны егерде оны зарядталатын болса, яғни жаңа төмен көрсеткіш болатын болса, машинадан, автомобильден аламыз, ағытамыз, екі клеммасын ағытамыз, сосын өзінің мына бекітетін 13-ке болты бар, оны ағытып аламыз. Сосын аккумулятор зарядтайтын, яғни выпрямитель түзеткіш құралымен оны зарядтаймыз. Құрметті оқушыларым, бұл сіздерге ең қарапайым түрдегі түсіндіру. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.